Дәулеті тасыған бір жігіт әкесінің құлыптасын реттеп, мазарын тазалатпақ үшін зиратқа келеді. Сол жерде шөп шауып, жұмыс жасап жүрген бір жұмысшыға жолығып, ақыңды төлеймін, әкемнің жатқан жерін тазалап, құлыптасын жөндеу керек дейді. Ақы төлемесеңіз де болады, көрсетсеңіз, соғып үшін ақ реттеп беремін деп жауап береді жұмысшы. Жігіт жұмысшыны ертіп, әкесінің жатқан жерін көрсетеді. Мазарат реттелгенше сол жерде қарап отырады. Жұмыс аяқталған соң рахметін айтып, қалай қарай жүресің, жеткізіп салайын депті жігіт. Жұмысшы бұл ұсыныстан бас тартып, зираттың тұрағында тұрған қымбат көлікке қарай беттейді. Көлікті ашып отыра бергенінде әлгі жігіт арқасынан келіп, бұл кімнің көлігі деп сұрайды. Менің деп күледі жұмысшы. Сен кімсің деп сұрайды жігіт таңдана. Бүгін жұмысшымын, ертең кәсіпкер, арғы күні мәйт деп жауап береді жұмысшы. Бауырым, байлықтың мастығы басып қалмасын деп, аптасына бір күн осы зиратқа келіп, нәпсімді сындыру үшін жұмыс істеймін деген жұмысшы әлгі жігітпен қоштасып өз жөніне кетіпті. Ағайын, адам мен деген күні өз тәкаппарлығының қолына айналады екен. Ештеңесіз келеміз, дүние үшін күресеміз, ештеңесіз кетеміз. Шахмат ойыны аяқталған соң, король да, пешкада бір қорапқа салынады. Өмірде де солай, байда, кедей де соңында баратын жері бір. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі де өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Шаханда мәңгі жасар, жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті келер, тағы кетер. Кеудеңде жаның барында, бауырлық таныт бауырға. Өзіктен теу өзгені, өзімшілдікпенен ауырма. Өмірден талай пенде өтер, сен де, мен де, ол да өтер. Бұл жалған қамшы сабындай, сыйла салмасаң, сол бекер. Көңілін достың жығарсың, туыстың ісін санарсың. Қадірін білмей жүргенде, қабірін қазап, жыларсың. Көнбейді уақытың қайға, келмейді қайтып, жылайды. Жан таласқанша, жан жақпен, жан тапсыратын күнді ойла. Бақида барлық бабамыз, біздер де сонда барамыз. Суық қара жер алғанша, суымасынша арамыз.